Қайтадан қайырлы кеш, уже қайырлы кеш болып бара жатыр екен, сағат 7 болыпты. 5, 6, 7, 3 сағат біз өткізіппіз, негізі мен 2 сағаттан деген. Сонда да бүгін бірінші сабағымыз болғандықтан, бүгін ұзаққа созылды, бірақ басқа күндері 2 сағаттан болады. Ескерте кетейін, және тағы да сіздерден бір өтініш, тікелей эфирді сақтап алып, сосын басқа адамдарға жіберу деген нәрсе болмайды, алдын ала сұраймын сіздерден. Бұндай дүниелер жасамаңыздар, иә. Өздеріңіздің білгендеріңізді пока өздеріңізге пайдаланыңыздар, басқа ешкімге айтпаңыздар, ешкімге сыр жаймаңыздар, ашпаңыздар, өздеріңізбен өздеріңіз жұмыс істеңіздер. Сосын барып көре жатармыз. Так, давайте енді сіздердің сауалдарыңызға кішкене бір жарты сағаттай уақыт берейік, содан кейін барып лекциямызды, онлайнымызды, сабағымызды аяқтайық. Қандай бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай сауалдарыңыз бар, және жаңағы тұрмысқа шығу не үшін керек дегенге кім не жазды, тағы да жаңа жазбай қалғандар болса, сол туралы жазылып кетсеңіздер екен. Ажырасқан әйелдерге не айтарыңыз бар? Ажырасқан әйелдерге байланысты айтатыным, үмітіңізді үзбеңіз, сеніміңізді сөкпеңіз, сіз бақытты болуға лайықтысыз. Жаңағы менің рухани практикаларымды істеңіз. Жалпы қыздарға да қазір құлақтарына құлақ қағыз, қандай да бір қарым-қатынас үзілгеннен кейін қыз бен жігіттің арасындағы не болмаса осылай ажырасқанға байланысты, иә, еркек адамға жарты жылдай уақыт кетеді екен. Жаңағы бұрынғы қатынасынан атайти. Қазір кішкене жазып отыра тұрыңыздаршы, басым ауырып жылап талдым. Жақсы, өте жақсы. Бұрынғы қатынастан кету үшін, бұрынғы нәрселердің барлығы өшу үшін кешке де жуыну керек. Бұрынғы нәрсе өшу үшін, бұрынғы адамды ұмыту үшін жарты жыл уақыт кетеді еркекке. Ажырасқаннан кейін болсын, не болмаса қыз бен жігіт жүріп жүрмей кетсін, иә, осындай жағдайда. Ал әйелге 2 жыл уақыт кетеді екен. Сондықтан егер 2 жыл болмаса әлі ажырасқаныңызға, жаңа жазған келіншекке, онда әзірге ешқандай еркекпен қарым-қатынас бастамаңыз. Жаңа рухани практикамен айналысыңыз. Кездеседі, бәрі жоғалып кетеді, энергия жетіспейді. Басқа қарым-қатынас бастамаңыз, және уақытша, жаңағыдай өзіңізді әлсіз сезініп, бақытсыз сезініп, біреулермен секспен айналыспаңыз. Осылай ашық айтайыншы, ешкіммен жатпаңыз, былайша айтқанда. Ажырасқан әйелдерге айтатыным, өздеріңіздің енді адамдарыңызды күтіңіздер. Сіздерге байланысты мен кейін дұрыстап айтып берем, жақсы ма? Қазір мұндағы жауаптардың барлығына үлгеру үшін қысқа жауап берейін. Сондықтан ең бірінші кезекте сіз бұрынғы қарым-қатынасыңызды түгелдей бітіруіңіз керек, түгелдей кешіруіңіз керек. Және қыздарға да айтамын, жігіттерді де толық кешіріп жіберу керек. Ал егер жігіт сразу басқа қызбен жүріп кетсеші, онда ол қызды жақсы көрмегені ма? Я жақсы көрмегені, просто увлекался и все. Ол үшін жігітті кінәлауға болмайды. Менің мына сұраққа жауап бергенімде лекция деп қабылдай беріңіздер. Жігіт сол қыз шынайы ұнаса, жақсы көрсе, ол ешқайда кетпейді. Бұл туралы мен ертең айтамын. Сондықтан басқа қызбен жүріп кетті ма, болды, скатертью ему дорога. Все, до свидания. Жігітім үйленемін деп жүріп, енді өзгере бастады. Болды, өзгерсе болды, қойыңыз, бітті. Қыздар, жігіттердің артынан жүгірмейміз, жігіттерге сообщение жазбаймыз, жігіттерге жалынбаймыз. Бұл туралы ертең айтамын. Жігітім үйленемін деп жүріп, енді өзгере бастады. Болды, онда надо распрощаться с ним. Қалай өз сенім табам, жасым 29-да, NMM 05. Мен бағанадан бері не айттым? Ал ажырасқанға 4 жыл болса да, я сізге қарым-қатынас бастай беруге болады, бірақ бұл бастады екен деп, кез келген адаммен төсек қарым-қатынасына кетіп қалмаңыз, я. Сондықтан кетіп қалмаңыз, я деп, мен Тұрсынбек сияқты сөйлеп кеттім ба, я дегенді айтып кетіппін ғой. Қызық. Күттіңіз өз адамыңызды. Рухани практикамен айналысыңыз. Жаңағы Перизат ханым, жаңағы мен айтқан дүниелерді істеңізші, және сіздің миыңызды жақсылап тазалау керек. Мен осы ажырасқан әйелдерге бөлек тренинг өткіземін ау деймін. Миыңыздағы өрмекші бүйе ойлардың барлығын өшіріңіз. Мен ажырастым, мен енді кім алады, мен ешкімге лайық емеспін, менің бала-шағам бар, мені кім алады деген сияқты. Сол біздің қоғам, көрші-қолаң сіңірген жалған установкаларға сенбеңіз. Сіз бақытты болуға лайықтысыз. Сізге әлі 4 жыл болса да ешкім кездеспесе, онда сіз алдыңғы отношенияны әлі не отработали. Егер ажырасуға байланысты бір нәрсе айтып кетейінші. Ажырасуға 100% әйел жауапты. Әйел жауапты деген сөз, әйел кінәлі деген сөз емес. Әйел семьяны сақтап қала алады, қалай болса да.
Егер ол семьядан бірінші әйел кетсе, онда бұның кармасы қиын болады. Онда қымбатты қыздар, ажырасуға байланысты давайте бөлек нәрсе айтайыншы. Қазір бұл өте ұзақ дүние. Так. Бұрынғы жігіт қайта келсеші, айырылысқаннан соң қабылдау керек па? Бұрынғы жігіт сізді басынан қабылдаған жоқ па? Өзінен өз кетті да, басқаға барды да, енді ол да ұнамай қалды, ол да көңілінен шықпай қалды, не болмаса құмарын қандырды да қайтадан сізге қайтып келді. Сіз не қайтадан қайтып келе беретін остановкасыз ба, аялдамасыз ба, неменесіз, әуежайсыз ба, қабылдай беретін бүкіл самолетті. Сондықтан до свидания деу керек. Таңертең намаз оқығанда дәрет алған рухани тазалыққа жата ма? Намаздан соң Фатиха қыласы, Фалақ сүресін оқып, денені 3 рет сипаса жеткіліксіз бе? Таңертең намаз оқырдың алдында дәрет алған әрине міндетті, және суға да міндетті түрде түсіңіз. Кездескен жігіттер дұрыс болмайды. Әрине дұрыс болмайды. Бірінші ойыңызды жөндеу керек. Жаңағы көп дүние айттым, қыздар, көп дүние айттым. Жуыну дегенде азанда типа киімнің сыртынан сипаласа бола ма? Жоқ, киімнің сыртынан сипаласа болмайды. Таңертең тұрғанда тыр жалаңаш шешінесің. Енді осылай айтам ба енді? Киіміңіздің барлығын шешіп душқа түсесіз. Менде үйленгенімізге 10 күнде болғаннан ажырастық. Түсінбедім. Кешірің, жаңа қосылып үлгеріп жатырмын. Жарайды, сіз тікелей эфирлерді көріп алыңыз. NNM 05 ештеңе етпейді. Мен де түсінбей қалдым сізді. Сіз қазір лучше бірінші алдындағы тікелей эфирлердің барлығын сақтап қойдым. Соларды көріп алыңыз, сосын сұрақтарыңыз туындайды. Тұрмысқа шығу парыз, ана атанып ұрпақ тәрбиелі үлгілі отбасы болу. Қымбатты ханымдар, бізге еш нәрсеге міндетті емеспіз. Біреулер тұрмысқа шықпай-ақ бақытты болады. Мен сіздерге әрине анау парыз, мынау сүннет, ондай нәрсені айтқым келмейді. Шынайы адамның шынайы ұсақ түйектен тұратын бақытын айтқым келеді. Біреулер ана атанса да бақытты болмауы мүмкін. Күйеуге тисе де бақытты болмауы мүмкін. Бала шағасы болса да соларды ұрып сойып бақытты болмауы мүмкін. Өйткені маған көп сондай бақытсыз әйелдер жазады. Бала шағалары бар, күйеулері бар, бірақ олар бақытсыз. Бала шағаларын айғайлайды, маған айтты, менен сұрайды, қалай мен айғайламаймын? Не істеуіме болады? Ашуымды қалай жеңдіремін? Міне осы бақыт па? Сондықтан адам бірінші кезекте адамның парызы өзін-өзі бақытты қылуы бірінші кезекте. Өзімен идиллияға келуі, өзін-өзі тазалау, ойын, барлығын, сөзін, содан кейін бар бол. Қоғамға, барлық халыққа қызмет етеді. Қалай сөйлесу керек жігітпен басынан ол жақсы жігіт жолықса? Қалай сөйлесуге байланысты ертеңгі эфирде айтамын. Менің жігітім бар, бірақ көп ұрсамыз, мені қинайды, кінәлайды, доверие жоқ дейді маған, жаман сөздер айтады, в порыве злости дейді, қазір оған да көз қарасын басқа жалғыздықтан қорқып жабысып жүр екенмін. Розана, осыны түсінгеніңізге молодчина. Все, ол жігітпен қарым-қатынасыңызды үзіңіз. Ертең осы қарым-қатынасты үзуге байланысты не айтам? Мен 34-те болсам да не переживаю. Молодец. Жігіттермен, бірақ не переживаю деп, басқаша ойға кетіп қалуға болмайды. Ой, әлі уақыт бар, ойын күлкі витамин деп кетуге болмайды. Барлық осознанно. Мен өзіңнің жалғыз күйеуге шықпағыңды ұмыт деу арқылы қалай болса солай өмір сүр дегенді айтқан жоқпын. Ол туралы ертең тағы да қайталармын. Жігіттермен жүруге қорқам, өйткені менің ажырасқанымды естіп, ой бұзылама, жаман ой интим жағынан, ал мен ондай отношение қаламаймын. Перизат, жігіттермен жүруге қорықсаңыз, онда сіз әлі полностью не отработали все. Сондықтан өзіңізге уақыт беріңізде, қазір ешқандай жігіттермен жүрмесеңіз де болады, я? Өз-өзіңізбен жұмыс істеңіз. Өзінен өзі бір күні ой келеді сізге, жақсы ма? Және өзіңіз туралы ойыңызды өзгертіңіз. Бұның барлығы сіздің ойыңыз. Сіз өзіңіздің ойыңыздан өзіңіз зиян шегудесіз. Өзіңіздің ойыңыздан өзіңіз қорқып жатсыз. Өзіңіздің ойыңыздан өзіңізді жалғыз қалдырып жатсыз. Сондықтан өзіңізге рұқсат беріңіз. Өзіңізбен жұмыс істеңіз. Жаңағы мен айтқан ойға байланысты дүниелерді істеңіз. Андағы ойдың барлығы негативті ойлар. Андағы проблеманың ойдың барлығын сіз өзіңіз ойлап таптыңыз. Сосын сіз өзіңіз осылай ойлайсыз, я? Осындай жаман ойлап қалмай ма, интим отношение болмай ма? Сіз сосын біреумен кездесесіз, ол сізге интим будет предлагать, потому что вы это притянули к себе. Жанар ханым, тек азанда жуыну керек па? Жатар кезде де жуыну керек, азанда да жуыну керек. Жігіт ата-анасының айтуымен басқа қызды алды, амалсыз, көп ұзамай ажырасты, себебі сүймей тұра алмаймын деді. Ол адаммен. Қыздар, осындай жігіттің бла деген әңгімесіне сенбеңіздерші, пожалуйста, массаж и пар. Пожалуйста, я вас умоляю. Ата-анасының айтуымен емес, ол өзінің қалауымен алды. Шын, жігіт егер қаламаса, оны алмайтын еді. Осыны вбейте себе в голову. Ой, ана ата-анасының қалауымен үйленді, сосын оны сүймейтін байқап, мені сүйеді екен, барлығы.
это фальш, просто не деп бір сөз жетпей тұрғанын қараш, просто отмазки. Это просто отмазки. Ондай жігітке жоламау керек. Ал ол сізге үйленеді, сосын барып ойлайды, что-то мына қыз емес, мен бірінші алған әйелім дұрыс сияқты еді. Соған барып жүреді. Сосын сіз не істейсіз? Жігіттердің айтқан бостан босқа осындай әңгімелеріне сенбеңіздер. Олар сіздердің эмоцияларыңызбен ойнайды, өйткені әйелдер слишком эмоциональный келеді. Ой, жаным күнім десе біз өліп қаламыз. Сондықтан не надо давать себе воспользоваться собой. Басқа елге кетті ма, оны сүймейтін түсінді ма, пускай скатертью дорога, басқа қызды іздесін онда. Сіз оған жаңағыдай келетін ойбу, мен білмей қаппын деп келетін адамсыз ба? Сіз сондай оны өз-өзіңізді сіз қадірлемесеңіз, онда сол жігітпен қосылыңыз, сіз бәрібір мен бақытты болмайсыз. Шынымен айтам. Көп жағдайда бақытты болмайды. Қыздар өз-өздеріңізді құрметтеңіздер, жігіттердің қандай да бір сөздеріне сене бермеңіздер. 2 жылда игнор жігіттерге рухани практикамен айналысудамын, жарқырап жүрмін, молодец. Жігіттер назар бар, бірақ сөз салып алдыма келгенде жоқ. Что-то не так, сонда да бірдемен ұқпай жүрмін ау. Эля, вам надо вообще забыть про это. Тогда он придет. Вам надо полностью забыть про это. Полностью забыть не означает, что не хочу замуж деген емес. Помните об этом, но не зацикливаться. Жігіттер неге жоқ, мен бәрін істеп жүрмін ғой, рухани практикамен істеп жатырмын, мен ананы істеп жатырмын, неге бұлай болмайды? Сіз онда Құдайға жаңағыдай не қойып отырсыз? Ал мен рухани практикамен айналысып жатырмын, жарқырап жүрмін, андай-мындай, бірақ неге бұл болмайды? Что я делаю не так? Опять сіз өзіңіздің ішіңізден тағы бір нәрсені іздеп тұрсыз. Тағы да мен нені дұрыс істемей жатырмын деп, сіз барлығын дұрыс істеп жатсыз. Уақыты келген кезде келеді. 3 жыл бола ма, 5 жыл бола ма, ойбай, ол кезге дейін не істеймін, өлем ба? Бітті. Бүкіл жасаған рухани практикаңыз насмарку кетеді деген сөз. Сондықтан қайтадан жалғастыра береміз. Менде комплекс неполноценности, менде заячья губа, соған байланысты миымда дұрыс емес установка тұр. Мақпал, заячья губа, не заячья губа қабылдау керек. Сізге бірінші кезекте менің қабылдау мойынсыну деген посттарымды оқыңыз. Не болмаса, Жанар Байсеміздің рухани практикасы параграф 1, параграф 2 соны сатып алыңыз. Сол жерде қабылдау мойынсынуға байланысты барлығы жазылған. Сізге бірінші өз-өзіңізді қабылдау керек. Содан кейін барып сізде барлығы жақсы болады. Жақсы ма? Мен туған күнімде жалғыз қалмау үшін бір бұрыннан мені ұнататын жігітпен сөйлескем. Ол 101 розамен өте қымбат сағат сыйлады. Сөз берді. Мен көңіл үшін күт дедім. Қазір жүргім келмейді. Қыздар, қараңыздаршы, разве это порядочность? Сіз просто туған күніңізде жалғыз қалмау үшін сондай жақсы жігіттің көңілін қалдырайын деп жатсыз. Қыздар, это эгоизм. Жігітіңіз жоқ па, туған күніңізде жалғыз отырыңыз, өлмейсіз. Жігітіңіз жоқ па, мейрамда жалғыз отырыңыз, өлмейсіз. Жігіттерді олай пайдалануға болмайды. Оларда адамнан жаралған. Жігіттердің де сүйуіне де сүймеуіне де хақысы бар. Кейде қыздар айтады, мен сүйдім, ол сүймеді, кетіп қалды. Какое вы право имеете біреуді өзіңізге күшпен сүйдіруге? Ал сүйді, бір кезде махаббат бітті, кетті. Ода тұрған ештеңе жоқ. Значит, ол жігіт сіздің жігітіңіз емес, және ол сізден сондай әйел болатын, сондай махаббат, терең махаббатты көрген жоқ. Демек, сіз оған полностью раскрылись деген сөз. Сондықтан, қыздар, эгоист болмаймыз. Енді мен білмеймін ол жігітке не істейтініңізді. Сыйлыққа бола сынбасаңыздар, сыйлық ничего не означает. Подумайте сами, хорошо? Я живу с мамой, мои методики, она говорит, что еркеннің ісі, поэтому можно я на квартире отдельно поживу. Бақыт Баймолда, негізі мамаңызбен тұрғаныңыз, это было бы хорошо, что вы, если будете жить с мамой. Просто вам сначала надо, знаете, что надо делать? Вам надо принять свою маму. Надо принять и простить. Надо принять то, что она не принимает ваши методики и думает об этом, что это никаких результатов не приносит тебе. Вот это надо принять. Надо принять ее такой, какая она есть. Вы от нее убежите, но вы от себя не убежите. Вам надо в этом случае работать над отношениями с родителями. Вам надо ее простить, вам надо делать практики, вам надо ее принять. Поэтому сейчас не торопитесь, хорошо? Оставайтесь дома. Енді ұялғаннан сөйлеушім не істесем болады? Лакшри Асема, сіз өзіңіз барлығын істедіңіз, давайте у себя спросите, не істеген дұрыс.
Ол жігіттің жақсы позитивті жақтарын жазып көріңізші, не бар екен, жақсы ма, сізге қалай қарым-қатынасы, қалай сіздің өміріңізге жауапкершілікпен қарай ма, сіз оған үйленген кезде өзіңізді қалай сезінесіз, тағы да басқа. Жігіттердің барлығын жоқ қылдым. Мен бұрынғы жігітіме алғысым шексіз, оның арқасында осознанно өмірге келдім. Аллахқа шүкір, у меня все хорошо будет, еще лучше, благодарю, люблю вас, молодец. Бұрынғы жігіттердің барлығына рахмет айту керек, өйткені олардың барлығы біздің ұстаздарымыз. Олардың барлығы бізге бір нәрсені білуіміз үшін берілген. Егер бағана мен сіздерге лекцияның басында айтқан, егер біз өзімізді шәкірт есебінде солай шәкірт есебінде көрсек, онда біз оның барлығын жақсы қабылдаймыз. Эфир сақталады. Сыйлығын қайтарып бердім, алмады. Қыздар, осындай ақымақтық, мен бұны ақымақтық деп есептеймін. Ақымақтық. Сіз ақымақсыз. Сіз ол жігіттің көңілін қалдырдыңыз, ол жігіттен кешірім сұраңыз. Прямо жақсы көрмейтініңізді солай шынайы түсініп жатсаңыз, ол жігіттен кешірім сұраңыз. Бұдан кейін жігіттерді пайдаланбаңыз. Сізді де біреу сөйтіп пайдаланып кетуі мүмкін. Ол жігіттің несі ұнамайды, несі ұнайды, сіз осыны туралы жазыңыз, жақсы ма? Жігітім үйленемін деп жүріп, қазір өзгерді, дұрыс уақыт бөлмейді. Дұрыс уақыт бөлмесе, онда сіздің де уақытыңыз жоқ оған бөлетін. Тоқтатамыз. Қымбатты қыздар, мен сіздердің біреуіңізге ғана жауап бергенім тек қана біреуіңізге ғана қатысты деп ойламаңыз. Ішінен сізге қатысты, басқа біреуіңізге қатысты жауап табылуы мүмкін. Сондықтан внимательно слушайте, ладно? Мен күйеуге тигім келеді, бірақ подсознательно одан қорқады екенмін. Айзада, бір қағаз алыңыз да жазыңыз, мен неден қорқамын? Ал мен күйеуге тидім, не болады? Соның барлығын қағазға жазыңыз, сосын бөлісесіз. Кешіру практикаңыз күшті жұмыс жасайды, соның арқасында жеңілдеп күшті өзгердім. Өте қуаныштымын. Маған секс деген жігіттер ғана кездеседі. Ашық айтқаныңызға рахмет. Өзіңізден сұраңыз және қағазға жазыңыз. Маған неліктен маған секс деген жігіттер ғана кездеседі? Жақсы ма? Осылай жазыңыз. Сізге жауап келеді. Демек, сізде сексуальный энергетика көп. Сізде отбасылық, әйел, ананың энергетикасы жоқ. Әзірге сізде тек қана еркектерді құмартып тұратын энергия көп, және сіз мүмкін бірінші кезекте тез беріліп қоясыз. Кешірім сұраймын, мүмкін солай. Сондайынан беріліп қоюыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңізбен жұмыс істеу керексіз. Сөз салған жігіттің сенікі екенін қайдан білуге болады, босқа энергия жұмсамау үшін. Қыздар, қараңыздаршы, қандай эгоист болып кеткен біздің қыздар, босқа энергия жұмсамау үшін. Мен былай айтайын, сізге сөз салған жігіт, сізге үйленетін жігіт сізден кетпейді. Сіздің адамыңыз сізден өлсе де кетпейді. Сіз оны сезесіз. Сіз әлі сезген жоқсыз. Сізге әлі сезім келген жоқ. Сізге әлі осознанность келген жоқ. Сізге осознанность келген кезде вы это почувствуете, что это он. Сіздің адамыңыз жаңағындайдың бәрін істейміз, жігіттің артынан жүгірмейміз, жалынбаймыз, туған күнде, мейрамда жалғыз қалмас үшін кез келген біреумен көңіл көтермейміз, жалғыз өзімізбен өзіміз боламыз. Ал бір жігіт кездеседі, ал оны қайдан білем, ал ол менің жігітім, менің адам ба, адам емес па? Осындай сұрақ туындайды. Сіз оны сезесіз. Маған сеніңізші, сіз оны сезесіз, Алла тағала сізге оны сездіреді. Сізді сүйген жігіт сіздің жаныңыздан кетпейді. Ол күніне 126 рет звондауы мүмкін сізге. Сіз басында оны ұнатпасаңыз да, ол сол вниманиесі арқылы сіздің махаббатыңызды оятуы мүмкін. Сол кезде тіпті сіздің ойыңызда ол жігіттің кейбір қасиеттері сіз ойлаған идеалды қасиеттен алыс болуы мүмкін. Анау мынандай, ой, нет деп. Бірақ күндердің бір күнінде Алла тағала сіздің жүрегіңізге махаббатты салады. Өзінен өзі келіп махаббат түседі. Сол жігіттің бүкіл минусы кетеді да плюсы келеді. Ол жігіт сіздің өміріңізге жауапкершілік алатын түсінген кезде сіз оны сезінесіз. Керемет, бір жылап алдым. Қуаныштымын. Жігіттермен жолым болмайды, мен тұрмысқа шықпағанмын. Наз Хасан, алдыңғы эфирлерді көріңіз, аха. Жанар ханым, күйеуім қайтыс болған, иманды болсын. Бір ұл, екі қыз, олар студент. Күйеуге шығып қалған өмірімді бақытты өмір сүргім келеді, жаспын, бірақ мен алатын жігіт жоқ сияқты. Айдың гүлі, мен сізбен келсем, сізді алатын жігіт жоқ. Онда өміріңіздің соңына дейін жалғыз өтіңіз. Міне осы керек па сізге? Неге сізді алатын жігіт жоқ? Сіз өзіңіздің ойыңыз арқылы, өзіңізге өзіңіз шектеу қойып тастасаңыз, қандай жігіт кеп сізді алады? Қандай еркектің сізге көңілі түседі? Сондықтан бірінші кезекте ойыңызбен жұмыс істеңіз. Бағанағы мен айтқан практикам сізге де қатысты.
ойыңызбен жұмыс істеңіз. Мені кім алады, мен мынандаймын, вообще не проблема. Мен мынандай оқиғаны білем. Америкаға барған кезде танысқан бір қазақ әйелі, 3 баласы бар, күйеуімен айырылысқан, Америкада пуэрториканец, үйленбеген жігіт, өте ақылды, өте мықты, сол еркек, сол жігіт жаңағы 3 баласы бар әйелге үйленген. Мен балаларым бар, қайтесің, сен ана жақта үйленбеген қыздар бар, соларға бар деп айтқан кезде жаңағы жігіт айтқан: сенің балаларың менің балаларым, мен сені сүйем, мен оларды да солай жақсы көрем деп. Сондықтан бәрі де мүмкін, бәрі де болады, ғажайыптар бар. Волшебство есть, просто вы не разрешаете себе. Өз-өзімізге рұқсат беру туралы, как нам позволять себе, завтра поговорим. Бұрын жүріп, тастап кетіп, басқаға үйленіп, қазір қайта звондап жүр. Бұны мен айттым, кажется, иә? Неше жылдан кейін кет десем де кетпейді, оған тек бір нәрсе керек қалым. Назико, 2979, вы позволяете ему воспользоваться собой. Кет десем кетпейді. Енді мен осын, кешіріңіздерші қыздар, мен түсінбеймін. Қалай, маған көп жазады осылай, кет десем кетпейді, қалай одан нетем. Сіз өзіңіз оған рұқсат беріп тұрсыз ғой оған. Қалай кет десеңіз кетпейді. Еркек, сізден бір вибрация кеп тұр ғой оған, сосын ол сізге келеді. Вибрацияны қиыңыз, алыңыз да. Сізге қажет қанша ондай еркектің. Тастап кетіп, қайтадан сізге кеп жүрген. Бір ғана секс керек болды, керек емес ондай жігіт. Все болды, успокойся, иди домой деп айтыңыз. Адресіңізді өзгертіп тастаңыз, телефон нөміріңізді ауыстырып тастаңыз. Болмай бара жатса, квартирада тұрсаңыз, басқа пәтерге көшіп кетіңіз. Просто сіз бұны істегіңіз келмейді. Сіз сондай аянышты халде жүргенді жақсы көресіз. Мен қателесем, кешірімсем, бірақ та біз көп жағдайда өзімізді анау сондай, мынандай деу арқылы, өзімізді аяу арқылы сол состояниеде болғымыз келеді. Ол үйленсе, мен тастап кетсе де қайтадан маған келді, бла-бла-бла. Так что давайте определимся, Жақсы, керемет сабақ болды. Алла разы болсын, бар білгеніңізді бізге беріп жатқаныңызға, бәрі жеңіл, просто болады. Рахмет. Жігітпен танысып, осы менің болашақ жарым шығар деп қиялға беріле бастағанда қарым-қатынас үзіліп кетеді. Ол неліктен қиялға берілмеу керек па? Қыздар, осыдан мен де өткем. Я вас очень понимаю. Я қиялға берілмеу керек. Біреу келеді сізге, сөйлейсіз, идеалды бизнесі бар, мынандай бар, осы менің жарым, осы менің сүйікті адамым болады, осы менің тағдырым шығар, это моя судьба, это моя судьба. Подружкаңыз айтасыз, представляешь, ла-ла-ла-ла-ла-ла, подружкаңыз айтады, откуда ты знаешь, что он твой судьба? Откуда ты поняла? Айтасыз, нет, я это поняла, это чувствую, мы прям созданы друг для друга. Это чушь әңгіме. Подружкаңыз сізге былай қарайды, күйеуге шыққан подружкаңыз, біраз уақыттан ол жігіт кетеді, біраз уақыттан кейін жылайсыз, қайтадан көзіңізді ашасыз, тағы бір жігіт келеді. Может быть, это моя судьба. Ол кетеді, может быть, это, может быть, тот, осымен өмір өтеді. Сондықтан қыздар біреумен кездескен кезде, это моя судьба деп қиялдаудың қажеті жоқ. Вообще қиялдаудың қажеті жоқ. Бұл туралы ертең айтам, жақсы ма? Күйеуге шығуға интерес жоқ, көңіліме ешкім ұнамайды бойдақтардан. Онда олармен кездеспеңіз. Негізі күйеуге шығуға өзіңізге қағазға жазыңыз. Неліктен мен күйеуге шыққым келмейді? Неліктен? Сосын сізбен сөйлесеміз. Жатарда кешу техникасын айтып, Фатиха сүресін оқыңыз дедіңіз, төсекте отырып айта берсе бола ма? Төсекте отырып да айта беріңіз. Мені көбінесе туыстарым жігітпен таныстырғысы келеді, мен іштей қаламаймын, сол дұрыс па? Әлде танысып жарасып кетеміз ба деп тағы ойлаймын. Қыздар, біреу таныстырады, анау-мынау деген әңгімеге сенбей ақ қойыңыздаршы. Өздеріңіз танысыңыздар. Өздеріңізді Алла тағала таныстырады. Менің жаңа осының барлығын аяқтап қазір, рухани практикамен айналысыңыздар. Бағана айтқан дүниенің барлығын істеңіздер. Тек қана тыңдап қоймай істеңіздер. Сосын барлығын өздеріңіз түсінесіздер. Біреу айтады, мен сені анаумен таныстырсам бекен, сосын сіз сондай бір сезімде жүрсіз, анаумен танысам, қиял кетеді, тағы да эмоция кетеді. Ол сізбен әлі, ол сіздің бар екеніңізді, жоқ екеніңізді білмейді. Бұл өмірде жоғыдан 5-6 бала туып тастадыңыз, сондықтан қыздарды қажет емес.
Өзіңіз адамыңызды өзіңіз табасыз. Ол сізді табады. После того, как сделаю практики, парень сам по себе появится, или нужно все-таки тоже пытаться искать, гулять, регистрироваться на сайтах знакомств? Лабелла Вита Сиуш 88. Я не говорила, что после того, что вы сделаете практику, парень сам по себе появится. Он не появится. И не надо делать практики для того, чтобы появился парень. Надо делать это искренне. Надо делать это осознанно. Хоть после практики появится парень или не появится. Не надо от этого искать выгоду. Без выгоды надо делать. Надо делать безвозмездно. Надо делать без всякой выгоды, без всякого ожидания. Надо делать это очень искренне. Даже если вы всю жизнь будете одна. Хорошо? Вот тогда он появится. А так он не появится. Или нужно все-таки тоже пытаться искать, гулять, регистрироваться на сайтах знакомств. Вы меня не поняли. Лабелла, Вита, вы меня вообще не поняли. То, что я вам говорила, какие практики совершать, это и есть искать, гулять, регистрироваться. Искать, гулять, регистрироваться в сайтах знакомств, это не путь. Я это, кажется, нормально объяснила всем. Понятливо объяснила. Это не путь. Если вы хотите, гуляйте, регистрируйтесь, но это не принесет пользу. Вы там наткнетесь на таких парней, которые хотят просто таких легкомысленных отношений, а не так, чтобы создать семью. Нормальные люди, чтобы создать семью, чтобы найти себе жену, не ходят гулянки. И не сидят в сайтах знакомствах. Да, это тоже может быть, но сначала вы займитесь духовной практикой, сначала вы почистите себя, тогда к вам придет ответ, тогда вам придет идея. Лабелла Вита, может быть, ты сделаешь это, а может быть, ты туда пойдешь, и вот вы тогда посмотрите. Я не говорю и не отрицаю, что в сайтах знакомств не женятся и не знакомятся, не женятся, но это не факт. Надо быть к этому готовой, потому что там всякие сидят. Поэтому сначала работайте над собой. Делайте это осознанно, делайте это безвозмездно. Айтқаныңыз өте орынды, бәрін жасайын айтқандарыңызға рахмет. А если вообще не дружила? Вообще хорошо, Раушан. Если вы вообще не дружили, тогда у вас карма чистая. Тогда придет тот человек, подходящий момент, просто время не наступило, надо подождать. Менің сіңілім екінші тұрмыс құрғысы келіп отыр, мен тағы жүрмін, тұрмыс құрмай тезірек кетіп қалғым келеді. Сіңіліңізбен бақталасып жатсыз ба? Сіңіліңіз тұрмысқа шықпай тұрып, өзіңіз шығып кету керексіз. Қандай эгоистсіз. Қайта сіңіліңіздің бірінші тұрмыста бақытты болмай, екінші тұрмыс құрайын деп жатқанда қуанбайсыз ба? Бұлай ойлауға болмайды. Жанар ханым, танысу сайттарында танысу туралы қандай пікірдесіз? Танысу сайттарына келейік. Жаңа ғана мен айтып кеттім. Танысу сайттарына кіретін болсаңыздар, бәріне дайын болыңыздар. Дәл қазіргі уақытта біріншіден, танысу сайттарына сіздерге кіруге қажет емес. Сіздерге өздеріңізбен жұмыс істеу керек. Қазір біреулер айтатынша, сонда осының бәрін істейміз, үйде отырамыз, жігіт қайдан келеді? Келеді, мен сіздерге оны тағы да айтамын. Бірінші өзіңізбен жұмыс істеңіз, рухани практикамен айналысыңыз, барлық қыңыр мінездеріңізді жойыңыздар. Сол кезде өз-өзінен ақ сіздерге шешім келеді. Сізге айтады, Эльмира, может, сен мынандай танысу сайты бар, сол жерге тіркелесің. Тіркелгеннен саған айтады, может, сен мына жігітке жаза саласың, бірақ ол бойкүйездік, ол легкомысленный нәрсе емес. Ол періштелерден келеді сондай информация. Әлі сізге келген жоқ информация. Танысу сайтында танысқыларыңыз келсе, онда ол жерде бірінші ұсынатындар секс. Өйткені танысу сайттарында тек қана сондай еркектер жүреді. Барлығы емес болса да, ол жерден еркектер өздеріне әйелді көп іздемейді, қыздар.
кішкене ақмақтау болмай ақылдырақ болайықшы, жақсы ма? Маған ажырасқан 2 қызы бар жігітті ұнатам деп қоймай жүр, бірақ заңды түрде ажыраспаған. Маған үйлену жайлы мүлдем айтпайды. Не істейміз, болашағымыз жайлы десем, время покажет и все, дейді, басым қатып жүр. Перизат, и вы просто занимаетесь сексом с ним, да? И ходите, переживаете, иә? Ол жігітті жіберіңіз. Ол сізге үйленбейді. Ол әйелінен әлі кете алмай жүрген адам. Бостан босқа оның әйелінің кармасын алмаңыз. Жасымыз 35-те енді қашан? Жанна, уақыты келгенде. Мен 38 жасымда шықтым. Мен дәрігерге қаралдым, климакс басталып жатыр дейді, миома бар дейді. Бұл ненің белгісі? Тортебай Ләзат, біріншіден мен сіздің жасыңыз қаншада екенін білмеймін. Климакс қазіргі уақытта ерте басталып жатыр деп жатыр, бірақ оның барлығы біздің ойымыздан. Психосоматиканы оқыңыз. Мен жігіттермен сөйлесе алмаймын, ұнатып тұрсам да сөйлесе алмаймын, фобиям бар сияқты. Қағазға жазыңыз, неліктен мен жігіттермен сөйлесе алмаймын? Соған сұрақ іздеңіз, жауап іздеңіз. Сол үшін сұрақ қоймай отыр, қалай сұрақ қоюды да білмеймін. Сен жақсы қызсың, бірақ махаббат туралы айта алмаймын дейді ұнатып жүрген адам. Онда ол сізді сүймейді деген сөз. Сіз просто жақсы қызсыз, бірақ ол сізді сүймейді. Пока деу керек. Жанар ханым, өзіңнің адамың екенін қалай сеземін? Жаңа айттым. Мен жігіттерден қашқақтаймын, сенгім келеді, бірақ сен алмаймын. Не үшін? Қорқақсыз, өйткені ішіңізде бір блок тұр. Өзіңізден сұраңыз, неліктен? Медитация кезінде жауап келеді. Негативті свечамен тазартсам бола ма? Қыздар, негативті тек қана свечамен ғана тазалай алмайсыз. Ол үшін бүкіл комплексный упражнение керек. Мысалы, адам арықтайтын кезде, не болмаса, қандай да бір аурудан емделгенде комплексный лечение болады ғой, сол сияқты бұл жағдайда да бізде комплексный керек. Сондықтан жаңағы лекцияларда мен сіздерде комплексті түрде тазалануды айттым. Бір-екі рет кездескеннен кейін жоқ болып кететін туралы не айтасыз, хабарсыз кетеді. Өйткені сіздің энергияңыз жетіспейді жігітті өзіңіздің жаныңызда көбірек ұстауға. Сондықтан әзірге жігіттермен кездесуге асықпаңыз. Менің подружкам 2 рет 2 баласы күйеуге шықты, бақытты өмір сүріп жүр. 2 рет 2 баласымен күйеуге шықты. Бақытты болсын, мен қуаныштымын. Менің де құдашам 3 баласымен араб жігітке күйеуге шықты, өзінің үлкен қызымен жасты. Сол адам араб, жағдайы керемет, сол құдаша маған айтатын өмірде әрине чудеса болады. Эфир сақталады. Өз адамыңды қайдан тануға болады? Бірінші менің айтқан дүниелерімді жасаңыздаршы, потом сіздерге ой келеді. Воздушный замки строить етпеу керек десеңізші. Аха, дұрыс айтасыз. Сіздің айтып жатқандарыңыздың бәрін түсінеді, әрекет жасаймын, молодец. Жүріп жүрген жігітім үйленгісі келмейді. Қыздар үйленбесе, былайша айтқанда ол жігіттің тряпкасы болып жүрмей болды. Распрощайтесь. Өмір сүру энергетикасын қалай арттыруға болады? Жаңа айттым. Қайдан танысуға болады? Қыздар, қайдан танысуға болады емес. Бірінші өз-өзіңізбен жұмыс істеңіз. Содан кейін барып өзі адам өзі іздеп келеді. Рухани практика деген тек сүре аяттар мен дұға тілектер ғана ма? Жоқ, рухани практика деген бұл ғана емес. Сіз алдағы эфирді көрмей қалдыңыз ғой деймін. Қайтадан соны көріп шығыңыз. Сол кезде мен айттым рухани практика деген не екенін. Өз адамыңды қалай тануға, мінезін қалай білуге болады? Көбісі кейін өзгеріп жатады. Жігіттерді қалай сынауға болады? Немесе болашақта отбасын балаларына көп көңіл болады. Қымбатты қыздар, біз еш уақытта дәл диагноз қоя алмаймыз. Мына жігіт қалай болар екен, қалай қарайды екен. Біз еш уақытта ондай дәл диагноз қоя алмаймыз. Сондықтан бұның барлығы бір Алланың еншісінде. Сондықтан надо доверяться Богу. Веди меня сам деу керек. Ол адам сіздің өміріңізге жауапкершілік алса, сіз десе жаны қалмай тұрса, сіздің өміріңізге жауапкершілік алып, сізге үйленем десе, онда ол адам жаман болмайды, жаман адам емес. Қайырлы кеш, Жанар ханым, менің күйеуім өзі ажырасуға өтініш беріп ажырастық. 3 баламен біз тастап кетті. Ажырасқан 2 ұлы бар, әйелге кетті. Және менің күйеуімнен 2 баласы бар екен. Мырзалы қызы, сізге өкінішті әрине, бірақ күйеуіңіздің өзі кетсе, онда сіз үшін этого блага. Сіз үшін жақсы, өйткені сіз оны тастаған жоқсыз. Жаңа мен айттым ғой, ажырасуға негізі 100% әйел адам жауапты деп, жауапты деген кінәлі деген сөз емес. Демек, ол еркектің қандай да бір кездерде сізден мүмкін бір энергия алмады. Енді бұны айта берсе, енді көп дүние, сондықтан оның бәрін қазбаламай-ақ бірінші кезде сізге өз-өзіңізбен жұмыс істеуге шақырамын. Рухани практикамен айналысыңыз. Сіздің өз адамыңыз келеді, Алла Тағала сізге одан да
керемет адамды жібереді. Әлі еш ұмыталар емеспін, әлі шокым бұл шынымен менімен болып жатыр ма деп. Мырзалы қызы, бұл шынымен сізбен болып жатыр, сондықтан сізге бұны қабылдау керек, мойынсыну керек, онсыз болмайды. Балаларыңыз бар, сондықтан сіз мықты болу керексіз. Жылағыңыз келсе жылап алыңыз, қайғырғыңыз келсе қайғырыңыз, шыңғырыңыз, айғайлаңыз, сындырыңыз бірдеңені. Если хотите погрустить, погрустите, бірақ ұзақ уақытқа емес. Ненадолго, хорошо? Ненадолго. Қағаз алыңызда сол күйеуіңізге деген қазіргі уақыттағы өте ішіңізді қынжылтып, ішіңізді умаждап бара жатқан сезімдеріңізді, чувстволарыңызды бәрін жазыңыз, сосын өртеңіз. Күнде осылай істеңіз. Сіз мына түріңізбен, мынандай жағдайда сіз қазір басқа адаммен кездесе алмайсыз. Сондықтан бірінші кезекте надо это отработать. Некеге қалай қарайсыз без ЗАГСа? Шын айтайын, жоқ. Только ЗАГС. Бірінші неке де ЗАГСта болу керек. Неке тек қана некеге емес. Өйткені оны біреулер айтады, некелесе салайық, оны әйеліне айтпайды. Сосын барып ол әйел қиналады, ол әйел сізді қарғайды. Біреудің қарғысын алып қайтесіз. Лучше некесімен, ЗАГСпен үйленіңіз. Мен күйеуге түсуден подсознательно қорқамын дедім. Ойланып қарасам, мен той церемониясынан қорқады екем, в центре внимания болудан. Жұрттың осы жасқа келіп күйеуге тиді ма деп айтатын сыннан қорқам. Айзада, сіз әлі елдің сыннан қорқасыз. Какое дело? Сіз елмен бірге өмір бақи өмір сүресіз ба? Сіз қартайған кезде сіздің жаныңызға елдерге ой жаным деп отыра ма? Сондықтан наплюйте, прям плюньте на это все. Давайте смело. Ұнататын жігітке гүл сыйлау техникасын жасауға бола ма? Егер ол жігіт сізді жақсы көретін болса, ал ол жігіт сізді ешқандай сезімі жоқ, сіз оны ұнатып, өзіме қаратып алам деген болмайды. Қыздар, ешқандай жігітті өздеріңізге қаратып алмайсыздар. Жігіттер сіздер қаратып алатын бір объект емес. Ол да Алланың жақсы көретін бір пендесі. Оның да өзінің сезімі бар. Сондықтан біреудің сезіміне құрметпен қараймыз. Жігіт ұнамай ма? Онда болды. Жігіт кетіп қалды ма, онда жібереміз. Дәл қазіргі уақытта бұны маған айтуға жеңіл, кезінде ауыр болса да, мен сіздерге осыған үйретем. Сіздерге барлығы жеңіл болуға. Жақсы ма? Давайте, онда бүгін эфирімізді аяқтайық. Міне 5, 6, 7, 8-ге 20 минут қалды. 3 сағат 40 минут өтті бүгінгі тікелей эфир. Бүгінгі сабақ. Сондықтан бүгінгіні кішкене аяқтайық, иә? Неке қиып талақ бермесе кетіп қалғанға болама? Қыздар, енді бұл жағын ханымдар, мен бұл жағын нақты айта алмаймын сізге. Сіздің қандай жағдайда тұрмысқа шыққаныңыз, қандай жағдайда не болған. Негізгі біздің тақырып тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек. Қалай? Ал ажырасуға байланысты емес. Жігіт қыздан не үшін ақша сұрайды? Өзі жұмыс істегісі келмейді. Ажырасқан жайлы басқа ортада коллективте айту керек па шындықты? Қажет емес, не үшін айтасыз? Мен ажырасқанмын деп айтасыз ба? Қажет не? Жалпы өзіміз жайлы коллективке айтудың қажеті не? Ештеңе айтпай қойыңыз. Қанша балаңыз бар, үлкен балаңыз не істеп жүр, анау не, қандай қажеті бар, өзіңіз туралы. Коллективте жұмыс істеу керек и все. Личная жизнь – это личная жизнь. Мен енді кірдің, уақытым болмады. Ештеңе етпейді. Кенжеш, алдындағы тікелей эфирдің барлығы сақталған, соны көріп алыңыздар. Жақсы ма? Міндетті түрде көріп алыңыздар. Сіздерге де көп рахмет, көп рахмет. Менің онлайн тренингіме жазылғандарыңызға рахмет. Сіздердің болғандарыңызға рахмет. Сіздердің мені тыңдағандарыңызға рахмет. 3 сағат 40 минут бойы тыңдағандарыңызға рахмет. С благодарностью принимаю барлығын, бәрі керемет. Аллах екі дүние бақытының байлығын нәсіп етсін сіздерге де. Мен ажырасқан жігітке тұрмысқа шыққан, бір айдан кейін сені бақытты ете алмаймын деп тастап кетті. Міне көрдіңіз бе? Бұл сізге сабақ. Бір айдан кейін сен бақыт ете алмай кетіп таста кет. 3 жыл болды. 3 жыл болды, иә? 3 жыл нормальный срок. Сіз 3 жылдың ішінде, я надеюсь, басқа ешқандай еркекпен қарым-қатынаста болған жоқсыз. Егер қарым-қатынаста болмасаңыз, это супер. Рухани практикамен айналыса беріңіз. Бағанағы мен айтқандарымды істей беріңіздерші.
Ал жарайды, менің жолдасым да хабарласып жатыр екен. Қыз балаға бизнеспен айналысуға бола ма, ортаң азайып қалады екен. Жалпы осындай жұмысқа байланысты ертеңгі сабақта да мен айтып өтейін, иә. Барлығын бүгін айтып тастамайын, сосын ертең бүрсігүні не айтамын сіздерге. Негізі бизнес, сіз балансты білмесеңіз, еркектік энергия көп кетіп қалуы мүмкін да. Сондықтан баланс ұстау керек. Жарайды, көп рахмет сіздерге, қымбатты менің онлайн тренингке қатысушыларым. Мен бәріңізге бақыт тілеймін, мен бәріңізге бақыт тілеймін. Бағанағы менің айтқандарымды бұлжытпай орындаңыздаршы. Түсінбесеңіздер де істей беріңіздер бас кезінде, иә. Бас кезінде сондай бір шынайылық келмесе де делайте. Потом уже привыкните, и бір кездері көздеріңіз ашылады. Бас кезінде кешіру практикасын жасап жатсаңыз да, өтірік істеп жатқан сияқты болсаңыз да, істей беріңіз, жақсы ма? Істей беріңіз, артынан кейін шынайылық келеді. Рахмет, бәріңізге рахмет, бәріңізге бақыт тілеймін. Хорошо. Жақсы, сау болыңыздар. Ал давайте, сіздерге де уақыт қалсын, алдыңғы эфирлерді көру керек. Жазып алыңыздар барлығын. Бәріңізге бақыт тілеймін. Сіздерді қимай тұрмын. Я желаю всем счастья, всем спасибо, всех благодарю. И русскоязычных тоже благодарю. Спасибо, что вы участвуете в этом онлайн-тренинге. Барлығын айтқан сияқтымын, кем-кетігім болса кешіріңіздер, айып етпеңіздер. Бәріңізге бақыт тілеймін. Жаңа осы сабақты бастамас бұрын мен өзім бір дұға жасадым сіздерге. Өте күшті болды. Күшті вибрациялар кетті. Прямо бүкіл денем барлығы дірілдеп, сондай мощный вибрация болды. Сондықтан мен сондай бір күшті информация алдым. Сіздердің бәріңіз бақытты боласыздар, бәріңіз бақытты боламыз. Всем пока. Но для этого надо трудиться. Давайте, практика. Всех целую, всех обнимаю. Пока всем.